Мысық жеген тышқан. Ертеде кітапханада бір жүдеу тышқан тұрған екен. Бір күні ол көршілес үйдің жертөлесінде өмір сүретін, сырт әлемнен бейхабар туыстарын көргісі келді. «Сендер мұны дүниеде не болып жатқанын мүлдем білмейсіңдер ғой», деді ол сасқалақтап қалған туыстарына. «Сендер бәлкім оқи да алмайтын шығарсыңдар. Ал сен әрине бәрін білесің», деп күрсінді олар. «Мысалы, сендер мысық жеп көрдіңдер ме?» «Не дегенің? Құдай сақтасын, бізде керісінше мысықтар бізді аулайды». «Бұл сендердің надандықтарыңнан. Ал мен болсам, өмірімде бір емес бірнеше мысықты жеп қойдым. Сендерге айтайын, бірде-бірі тіпті мияулаған да жоқ. Мысықтар дәмді болады ма?» «Дәмді. Бірақ кішкене қағаздың және сияның дәмі шығып тұрады. Бірақ бұл ұсақ тиек қой. Ит жеп көрдіңдер ме? Жоқ па? Қой, бұл не дегенің? Мен болсам кеше ғана бір итті, овчарканы жеп қойдым. Оның тістері сәл үлкендеу болды. Бірақ жалпы алғанда өзін жеп қоюыма түк қарсы болған жоқ. Тіпті үре де алмады». «Сонда дәмді болды ма?» «Иә, өте дәмді. Бірақ онда да қағаздың дәмі бар еді». «Ал мүйіз тұмсықты жеп көрмеп пе едіңдер?» «Жоқ, біз оны өмірімізде көрген де емеспіз». «Ол қандай нәрсеге көбірек ұқсайды? Пармежан ірімшігіне ме, әлде голланд ірімшігіне ме?» «Ол мүйіз тұмсыққа ұқсайды әрине. Ал піл немесе манақ, ханшайым немесе шырша жеп көрмедіңдер ғой, иә? Солай ма?» Дәл сол сәтте чемодандардың артында тығылып жатқан мысық сақылдаған тырнақтармен және керіліп тұрған мұрттармен ортаға секіріп шықты. Бұл нағыз тірі мысық болатын. Тышқандар бірден өзіндеріне кіріп кетті. Ал кітапханалық тышқан мысықты көріп, қатты таңғалғаны сонша орнында қимылсыз тұрып қалды. Мысық оны шап беріп ойыншықтай ойнай бастады. «Сен бе едің мысық жейтін әйгілі тышқан?» «Мен, сіздің мәртебеңіз, мені түсініңіз, мен кітаптардың ортасында өмір сүремін ғой». «Әрине түсінемін. Сен кітаптарда салынған сурет мысықтарды жейсің». «Кейде ғана, ол да тек ғылыми мақсатта ғана». «Әрине, мен де әдебиетті қатты жақсы көремін. Бірақ сен өмірдің өзінен де үйреніп көру қажет деп ойламайсың ба? Сонда бәлкім сен түсінер едің, барлық мысықтар қағаздан жасалмайды, ал барлық мүйіз тұмсықтар өзін тістетіп қоюға дайын емес». Бақытқа орай, мысық бір сәтке алаңдап қалды. Ол жақын маңнан өрмекшіні байқап қалды. Ал ғалым тышқан әп сәтте қайтадан кітаптардың ортасында жоқ болып кетті. Ал мысыққа өрмекшіге қанағат етуге тура келді.